болған уақытта ардайым біз ишара қылуымыз керек. Наби саллаллаху алейхи ва салламға түскен дінде қатысты болған ғайби мәселелерде біз біреуге қайтып айтамыз, есеп тапсыруымыз керек емес. Өткенде де айттық бұл нәрсені. Қашан ғайби мәселелер, біздің ақылымыз жетпейтін нәрселер келді ма, Наби саллаллаху алейхи ва салламның өзінің қасиетінен, Аллах субханаху ва тааланың жаратқан бір ғайби мақлуқаттары, жәннат болсын, ол тозақ болсын, ондағы болған наимдар, қабірда қалай неғмат болады, оған есіктер қалай ашылады, тозақтан, жәннаттан, бұндай нәрселер туралы сөз кеткен уақытта, бұл сөздер тек қана момындар үшін айтылған сөздер. Кәпірлер бұл нәрсеге қатысы жоқ. Олар егер сол нәрсе туралы сөз бастаса, оларға біз есеп тапсыруымыз шарт емес. Исламды ақтау менен әуре болуымыз шарт емес. Ислам ақтау, ол алхамдулилля олардың қаралуымен ислам қарайып қалмайды. Олармен сөйлескен уақытта Аллаға иман келтіру менен сөйлесу керек. Өткенде айттық бұл мәселені не? Бір адам пайғамбарға тиіседі, о кісінің алған әйеліне тиіседі, не үшін мына жасты алды, не үшін көп қатын алды, не үшін мынандай, не үшін анандай. Ол адамға Наби саллаллаху алейхи ва салламдың ақтау менен о кісі бұлай болған еді, андай болған еді деп, о кісіге ақтау менен бір о кісіге иман келтірмеген адамға бұл кісіні ақтап беруімізге қажет жоқ. Ол адамға айту керек, сен мұсылман бол, бірінші бол мәселеде сөйлеген. Мұсылман бол, Алланың кім екенін біл, Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллам кім екенін білсең, сол уақытта саған бұл нәрсені тастықтау, растау не болып қалады? Жеңіл нәрсе болып қалады, алхамдулилля. Амма Аллаға немесе пайғамбарына иман келтірмейсің да, содан кейін өзің ақылың жетпеген, сенің күфіріңе қарсы болған мәселелерді зерттемекші боласың. Оларға біз есеп тапсыруымыз керек емес, шарт емес, керек емес, олар туралы сөйлеспеу керек. Оған айту керек, Аллаға иман келтір. Исламда не? Исламда мынандай деп сұрақтарды сұраса, Аллаға иман келтір. Сен Аллаға иман келтір, сосын сөйлесің. Болмаса жоқ, кет ағасында. Себебі оған қанша исламды ақтап, пайғамбарды ақтай бер, ол басқа бір жерден бір нәрсе тауып шығады. Мынаусы, оны бітсең, және бір сұрақ, анаусын бітсең, одан және бір сұрақ. Исламды не қылады ол зерттемекші болады. Ислам зерттеуге қажет емес, жаңалауға қажет емес, алхамдулилля. Ислам сол Наби саллаллаху алейхи ва саллам уақытында қандай болса, қияметке дейін сол ислам. Бір әріп зияда қосылып, немесе одан бір әріп не қылынбайды? Алынбайды, алхамдулилля. Дін толық. Ал-яума акмалту лакум динакум дегенде Аллах сол жерде толық болған. Бұл күнде біз сендердің діндерін толықтап бердік деді. Сол нәрсеге біз ақиқатта бұл нәрсемен мақтануымыз керек негізінде. Біз сонымен фақырлануымыз керек негізінде. Адамдардан ұялуымыз керек емес. Ой, мынау сақалымды көріп қалды, ой, мынау деген әйелімді хижаб етті. Бұл намаз не болды енді? Жоқ, ондай. Біз мақтануымыз керек бұл нәрсе. Алла айтып жатыр пайғамбарына, оған айт деп жатыр. Құл иннани хадани рабби иля сиратил мустақим. Оларға айт, менің Раббым мені тура жолға бастады. Динан қияман, сендер ойлағандай әртүрлі жолдар емес, тура болған дін. Динан қияман миллата Ибрахим. Ибрахим алейхиссалату вассаламның жолы. О кісі мүшриктерден болмаған. Бұл нәрселерден адам тартыну немесе екілену немесе ұялу керек емес. Наби саллаллаху алейхи ва саллам солай тахник қылды, шайнап аузына салды. Жеткілікті. Наби саллаллаху алейхи ва салламның қасиетінен болды. Ол нәрсені басқа біреуге істетілмейді.